Достар, еліміздегі ең қауіпті, самый страшный, самый опасный, самый криминальный қалалардың топ-10 рейтингі енді МВД РК-ның Ген прокуратураның ресми мәліметі бойынша үздік ондықта, үздік емес сұмдық ондықта тіпті гран-приді алған қала бар екен. Енді ондықты менсінбей, қай қала екен көрейік. Жалпы бастайық онда. 10-шы орында орналасқан бізде оңтүстіктегі шырайлы Шымкент қаламыз екен достар. Енді түсінікті ғой, Шымкентте шешеңнен жақсылап тұрып бір боқтайды, сонымен төбелес басталады ғой, не болады басқа. 9-шы орында сразу солтүстікке аттанамыз достар. Қостанай қаласы орналасқан екен. Енді жаңағы ауа райы суық, күн суық, адамдар да суық, қарулар да суық болып тұр ғой. 8-ші орында бізде бір таңғалатын достар, Қызылорда қаласы орналасыпты. Енді бір қарағанда тып-тыныш өзімен өзі жатқан қаласақ, на самом деле енді айтады ғой, үндеместен үйдей бәле шығады деп, Қызылордада да міне қылмыс көбейіп жатыр екен. 7-ші орында достар бізде Ақтөбе қаласы орналасқан екен. Енді Ақтөбе деп ол жерде де бәледей қылмыс тіркеліп жатады, естіп жатамыз, иә. 6-шы орында достар бізде солтүстіктегі сұп-сұлу әп-әдемі қала Павлодар қаласы орналасыпты. Енді ол жақта да жыл сайын міне қылмыс көбейіп жатыр екен. Ал 5-ші орында бізде батыстағы мұнайдың отаны Атырау қаласы орналасқан екен достар. Енді кіші жүздердің отаны ғой, енді әжептәуір жаңа қызу қанды ашушаң болып келеді дейді. Мүмкін сол себепті, мүмкін басқа себептен білмеймін, әйтеуір золотая серединада міне 5-ші орында Атырау орналасты достар. Ал 4-ші орында сол Атыраудың тағы бір көршілесі примерно батыстағы мынау атышулы криминальный орталықтардың бірі Құлсары қаласы достар, міне 4-ші орында орналасқан екен. Ал 3-ші орында қола жүлдені алып отырған елордамыз Астана қаласы достар. Мен 3-ші орында осы орайда айта кететін, Астанада Южный Кореяда сияқты каждый 2 метр сайын кәдімгі камера орнатып тастау керек. Сосын сол камераны қарап тұратын бір камера орнату керек. Осындай бір деңес істемесе, Астанада действительно жыл сайын енді қылмыс көбейіп жатыр. Сұмдық көрсеткіштер. Енді 2-ші орында достар, енді сол баяғыдан белгілі знаменитый біздің криминальный қалаларымыздың бірі 90-шы жылдардан белгілі Қарағанды қаласы достар. Міне 2-ші орында күміс жүлдені иеленіп отыр. Ал 1-ші орында алтын жүлдені алып отырған оңтүстіктегі астанамыз, мегаполисіміз Алматы қаласы. Енді түсінікті, халық көп, халық тығыз орналасқан, жылына елестетіңіздер 20 мың, 25 мың қылмыс тіркеледі екен. Сұмдық көрсеткіш. Ал енді осы ондықты менсінбей бәрінен озып шыққан гран-приді иеленіп отырған еліміздегі самый криминальный қала достар. Өте опасный, өте қауіпті қала. Білмеймін, не себептен екенен, менталитет басқа ма, басқа себептер бар ма? Қылмыс десе 1-ші орынды ешкімге бермейтін Тараз қаласы достар. Тараз қаласы міне ең криминальный қала екен достар. Так что осы қалаларға барсаңыздар, кішкене абайлап, сәл жан-жақтарыңызға қарап жүресіздер деген ойдамын. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар достар. Аман сау жүріңіздер. Сәлем бердік. Қазақстан Республикасының парламентінің мәжіліс депутаты Ерболат Сатыбалдин мырза Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдығына байланысты елімізде 40 мыңға жуық түзету мекемесіндегі жатқан Қазақстан Республикасының азаматтарына рақымшылық ұйымдастырып жатыр екенсіз, және халыққа ұсыныс тастапсыз кімдерге рақымшылық жасау керектігін жеке дайрекке қалдырыңыздар деп, Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде мен Айткүл Сармурзаева рақымшылыққа бірінші тізімде Қазақстан Республикасының саяси белсенділері демократияны және ұлттың, қазақтың болашағын ойлап жүрген жазықсыз саяси белсенділер басын бастаған Марат Жыланбаев, Әйгерім Тілеужан, Туман Мұхаммед-Кәрім тағысын тағы саяси белсенділерді тізімнің басты қатарларынан көргім келеді. Көптеген саяси белсенділерді және курьерлік жұмыспенен сотталып кеткен 3 мыңға жуық жас буынды басқа тізімнің басқа қатарынан көргім келеді. Егер де шынайы жаңа Қазақстан, демократиялық Қазақстан, тәуелсіз мемлекет болатын болсақ, жазықсыз елді, ұлтты ойлаған аға буындыларды түрмеден босатуыңызды талап етемін халық атынан. Екінші, ұлтымыздың болашағын ойлайтын болсаңыздар, жұмыссыздықтың кесірінен, әлеуметтік жағдайдың төмендігінің кесірінен курьерлік жұмысқа алданып 3 мыңға жуық 16 мен 21 жас аралығындағы жас буындарымыз қамалып отыр. 7 жылдан 20 жылға дейін аралықта. Ол болашақ Қазақстанның ұрпағын көбейтетін жастарды түрмеге қамамай, оларды босатуыңызды талап етем. Және шынайы, адал,
қазаққа қызмет етіп отқандарыңызды көрсеткілеріңіз келсе, осы жолы халықтың талабы саяси белсенділер мен жазықсыз жұмыссыздықтың кесірінен құрбан болған тағдырларды босатуларыңызды сұраймын. Әрбір үшінші қазақ сотталған, әрбір үшінші қазақ қара тізімге еніп кеткен, банктардан қарызбен, одан қалса алимент қарызы бар, одан қалатын болса басқа бір компаниялар бар ғой, тез ақша беретін, сондайларға кіріп кеткен, шетел асып шыға алмайды. Бұның барлығы әтей жасалынып жатқан сияқты. Мысалға, мен басқа мемлекетке барып тұрып, баламменен шығып, мысалға, заң жұмыс жасайтын, тәлім тәрбиесі бар, қорықпайтында ертеңгі күні мен мысалға баламды далаға шығаруға қорқамын, қасында біреу жүрмесе зәрем ұшады. Сондай заманға жеттік, өз елімізде тұрып, осындай үреймен өмір сүруге жеттік. Азғантай ғана еліміз бәрімізді мынандай көп қабатты үйге тығып тастады. Ондай кең байтақ жеріміз бар дегенмен де осындай көп қабатты үйде тұрамыз. Бұл жерде бізге мысалға не тәртіп жоқ, не мынандай үйлерде қалай тұру мәдениетін де үйретпейді. Профилактика жұмыстары ешқандай жүрмейді. Ата-аналардың барлығы қазір былай ойлайды, менің балам керемет, енді былай қарап тұрғанда, енді ол Құдай өзі сақтасын, қандай жағдай болса да, енді ата-ана баласын қорғайды деп жатады. Оны біз көрдік қой, енді Бейшенбаевты да анасы қорғап отырған. Сондық себептен профилактика жұмыстарының болмағанның салдарынан міне осындай жағдай. Заң аясында балаларға бір нәрсені үйрету, біліп жүрсін, ертеңгі күні бір нәрсеге ұрынып қалмасын, алдын ала жұмыстары жүрілсін деген түсініктемелер ешқандай жүргізілмейді. Балаларды содан кейін мектепте де кімнің ата-анасы мұғалімдермен жақсы қарым-қатынасқа түсіп алады, солардың балалары керемет. Болды, солай өсіп келе жатырмыз. Осындай Қазақстан болып кетті, өтірік болса жазыңыздар. Профилактикалық жұмысты жүргізіңіздер деп мына жерге мен осы үйдің алаңға Сатурнда бір-ақ рет шақырып келтір алдым. Ал ол дегенің апта сайын үйдегі балаларды емес, ата-аналарын тәрбиелеу керек. Қазіргі ата-аналар сен тұр, мен атайын, мен, сен, өлтір, қырып, жойып, кеше болған жағдайда мен оны көріп түсіндім. Балаңыз осындай жасады десе, менің балам ондай емес деп баласын жақтап шығады. Мынау бір сигнал ғой, алдын алып жұмыстарын жүргізейік деген жоқ. Профилактика Қазақстанда атымен жоқ. Соның салдары осы. Бізде тек қана карательная система.